Ұстаз туралы сөз қозғалғанда, марқұм нағашы атам мен нағашы әжем есіме келеді. Атам Зияудын мен әжем Рихамбөбей Ақтам ауылында қауын қарбыз егіп, әйгілі бақташы болған. Еңбекқор атам мен әжем 5 ұл және 5 қыз тәрбиелеген. Балаларын сауатты, адамгершілігі мол, еңбекқор және білімді етіп тәрбиелеген. Әр қайсысы өмірден өз орнын тауып, үйлі бала-шағалы болып келеді. Осы әулеттен шыққан ұстаздарға келетін болсам, балаларының 3-і, немерелерден 10, шөберелерінен 8 шақты адам мұғалім мамандығын таңдап, мыңдаған шәкірттерге білім беріп келеді. Адамшылдығы жақсы ұстаздан деп Абай Хакім айтқандай, әрбір ісіңіз жеңіске жетіп жатса, оның артында ұстаздардың үлкен еңбегі жатыр. Мектепте жүрегіме жақын ұстаздарым көп болды. Олардың ішінен өмірде және білім алуда үлгі тұтар ұстаздың менің анам. Анамның арқасында туған 5 қарындастарымнан 3-еуміз мұғалім кәсібін таңдағанбыз. Анам Тоқтақұлова Шеренгүл Зияудың қызы, бастауыш сынып мұғалімі. Әпкем Баситова Гүлниса Баситовна тарих пәні мұғалімі. Мен Баситова Нигара Баситовна биология пәнінен сабақ беретін болсам, сіңілім Баситова Қалбинур Баситовна бастауыш сынып оқушыларын оқытып тәрбиелейді. Жүректерге білім нәрін мың құйып, жанарыңда тұратындай күн күліп, болашаққа бағдар сілтейсің, адалдықты әр ісіңнен білдіріп, деп сөзімні аяқтай келе, қайтадан кәсіп таңдауға мүмкіндік берілген болса, еш ойланбастан ұстаздықты таңдар едім.